Кез келген адам мен радикалданайын деп радикалданбайды ғой. Мен ол әлеуметтік жағдай әсер етеді, жеке психологиялық, семьялық, отбасылық, толық емес отбасыдан шығу сияқты, сосын ортасы, шетелде білім алу, шетелде білім алған жердегі сол халықтың салт дәстүріне сіңіп кету, осында келіп соны ұстану сияқты кейбір дүниелер қайшылықтарға әкеп жатады. Жастарда амбиция бар, бірақ көп құндылық жоқ. Сондықтан бұлар жеке басына келген кезде кейде осын бір өз приключение іздеп жүретін уақыттары. 25-й кадр деген бар ғой. Автоматты түрде сізге бір нәрсені 25 рет күніне көрсетіп, оның дұрыстығы айтылған кезде, сіз автоматты түрде барып мазмұнынан соны аласыз. Жихад деп сізбен сұхбат құру барысында мүмкін сізге 25 рет айтып өтуі мүмкін, сіз оны байқамауыңыз да мүмкін. Сол жихад туралы айтылатын кезде ол бір жестерін өзінің болмаса бір дауысын күшейту арқылы жихад болады деген сияқты нәрселерді сізге тәптіштеп жеткізіп, енді соның ішінде ең оңай жол жаңағыдай. Әлемдік психологтар бар, батыста, бұлар жаңағыдай зейнетке тағы басқа шыққаннан кейін көп тілді ғалымдар бар, олар жай отырмайды, олар сол әр группаға адам жинап берген үшін де ақша алып отырады. Әр атана, әр аға, әр іні өзінің апасына, өзіне, ұялы телефонына жақсы мұқият болу керек.